әдісі бойынша екі топқа мінекей дайын тұр. Екі топта қанша оқушы тұр? Өз аттарыңмен тез-тез әр топ өз топтарына бөліне қойыңдар. Сабағымыздың тақырыбы Марстан шыққан жаңғырық. Оқу мақсаттары сабағымыздың сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану және мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. Үй тапсырмасымен бүгінгі жаңа сабағымыз екеуі байланысты болғандықтан, сендерге Марс туралы қызықты мәліметтер ізденіп кел дедім ғой. Сол туралы қағазға, постерға жазыңдар балалар. Екі топ сол постерді қазір тақтаға шығып қорғайсыңдар. Өз қызықты жинаған мәліметтеріңді постерге түсіре қойыңдар. Бүгінгі сабағымыз Марс туралы болғандықтан, балалар, Марс туралы кішкене мағлұмат айтып берейін. Марстың планета екендігі адамзатқа ертеден белгілі болған. Олы қарсы тұрыс кезінде Марс қызыл сары түсті ең жарық жұлдыз болып көрінеді. Тихо Браге мен Иоганн Кеплердің Марсты бақылауы бойынша 17 ғасырдың басында күн жүйесіндегі планеталардың қозғалу заңы анықталды. Марстың физикалық қасиеттері телескоп жасалғаннан кейін 17 ғасырдың ортасында зерттеле бастады. Марсты зерттеудің жаңа кезеңі Марсқа планетаралық автомат станциялары жіберуден басталды. Марс күн жүйесіндегі 4-ші планета және жерден кейінгі ең зерттелген аспан денесі. Ғаламшардың қызыл түсі оның бетінде темір оксиді көп болуына байланысты. Марстың диаметрі жердің диаметрінен шамамен 2 есе кіші. Марстағы бір күн 24 сағат 39 минутты құрайды. Марстың екі табиғи серігі бар, Фобос және Деймос. Тыңдаған мәтіні бойынша балалар сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: тұрғындар қызыл планетаны не себепті екінші жер деп атайды? Ынтымақ жауап беремін. Себебі Марста екі суық, екі ыстық белдеу болады, және де Марс жер сияқты жылдар ауысып отырады. Жыл мезгілдері ауысып отырады. Екінші сұрақ балалар: Марстың екі серігі бар екенін білуші ме едің дейді. Кім жауап береді? Марстың неше серігі бар? Айтамын. Марстың екі серігі бар. Оның аттары Фобос пен сосын Деймос деген. Жақсы. Үшінші сұрақ балалар: сеніңше күннен қашық орналасқан Марсты адам өмір сүре алатын планетаға айналдыру мүмкін бе? Кім жауап береді? Кім жауап береді? Жылдан. Сымбат? Адам Марс бетінде скафандрсыз жүре алмайды, себебі қан айналымдарындағы оттектер газға айналып кете береді. Бұл дегеніміз адам 5-10 секундта өліп кетуі мүмкін. Сонда біз планетада өмір сүре аламыз екен? Сүре алмайды деп ойлаймыз, дұрыс. Төртінші, күн жүйесіндегі 4-ші планетада тіршілік орнату қай ғасырда және қай жылдары адамзаттың қолынан келеді деп ойлайсыңдар балалар? Кім жауап береді? Аян? Меніңше 2300 немесе 2100. Сол жылдары адамзаттың қолынан келеді дейсің ба? 4-ші планетада өмір сүрудің жағдайын жасайды деп ойлайсың, иә? Тағы да кімде қандай түсінік бар? Жақсы балалар. Балалар, Марс туралы өзінің жаңағы қызықты мәлімет жинап деген топ, бірінші топ қазір қорғайды постерларын. Кім ба? Марстың беткі температурасы -140 градустан 30 градусқа дейін өзгереді. Марстың екі табиғи серігі бар, Фобос және Деймос. Марстағы күн 24 сағат 39 минутты құрайды. Ғаламшардағы жыл жердегі 687 күнге тең. Марстағы дауылдар бүкіл ғаламшарды қамтуы мүмкін. Орташа диаметрі 6800 км.
Марстың диаметрі жердің диаметрінен шамамен 2 есе кіші. Марс күн жүйесіндегі 4-ші планета. Ғаламшардың қызыл түсі оның бетінде темір оксиді көп болғандықтан. Марс 4-ші планета. Марстағы ең үлкен биік тау Олимп. Оның биіктігі шамамен 21,9 километр. Марстың 2 табиғи серігі бар, Фобос және Деймос. Марстағы бір күн 24 сағат 39 минутты құрайды. Ғаламшардардағы жыл жердегі 687 күнге тең. Марстың беткі температурасы 140 градустан 30 градусқа дейін өзгереді. Марстың диаметрінен шамамен 2 есе кіші. Балалар, енді екінші тапсырма бойынша ғаламтордан болмаса оқулығымыздан Марстың суретін салу тапсырылған. Бізде оны Марстың суретін салған Қалабай Назерде Кәмке өзінің жұмысын туралы айта ғой. Мен Марсты салдым. Және бұл Марсты қызылып алған себебім, бұл жерде темір оксиді көп болғандықтан Марс қызғылт түстес қалады. Жаңа берілген есте жұмысын орындадық па? Қайту. Бірінші топтан оқи қой. Нұржан. Марс күннен алыстығы жөнінен 4-ші ғаламшар саналады. Марс ғаламшардың аты ежелгі римдіктердің соғыс құдайы Марстың құдіретіне қойылған. Оған себеп жұлдыздың қан түстес қызыл болғандығы деп айтылады. Ғалымдардың ұсынған гипотезасы бойынша мұндай түсі ғаламшардың атмосферасында темір оксидінің өте көп болуымен байланысты. Марстың диаметрі жерден 2 есе кіші болса, ал салмағы 9 есе жеңіл. Марста тұрған адамның салмағы 2-5 есеге дейін жеңілдейді. Марс бетіндегі жердегі ең биік шың саналатын Эвересттен бірнеше есе биік таулар кездеседі. Ертеректе Марста судың мөлшері біршама көп болған, алайда ол кей беймәлім құбылыстарға байланысты жоқ болды. Жақсы. Үйге тапсырма. Марсқа саяхат тақырыбында қысқаша сипаттаманы есте жазып келесіңдер екен. Марс туралы, Марсқа саяхат жасадың делік, өзің. Соны қалай саяхат жасадың, сол туралы есте жазып келіңдер, сипаттамалық есте аты. Енді балалар Google Ads арқылы кері байланыс бере қойыңдар маған. Қанке, кім оқып жүрді өзің жазған кері байланысты бүгінгі сабақ туралы? Оқи қой, Ая. Маған бүгінгі тапсырмалар ешқандай қиындық тудырмады. Өйткені бүгінгі сабақ планета туралы болғандықтан бұл сабақ өте қызық болды. Тағы кім айтып жүреді? Назерке. Бүгінгі сабақ күшті өтті. Әсіресе сұрақ жауаптар. Бүгінгі сабақта 10-10 баға беремін. Ешқандай тапсырма қиындық туғызған жоқ. Бәрі оңай болды. Жақсы, онда балалар, кері байланыстарыңды жинай қойыңдар.